Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге макияжды қалай жасау керектігін көрсететін боламыз. Біз алдымен бетті жақсылап тазалап шықтық тоникпен, сосын база жақтық, май жақтық, сосын осылай тональныйдың тонын таңдап, тональныйды кожаға жағып шығамыз. Бір текті қылып, спонждың көмегімен жағуға болады, кисточканың көмегімен жағуға болады. Осылай әдемілеп, теп-тегіс етіп, бір текті етіп, тональныйды барлық терге жағып отырамыз.
Тональныйды жақ болғаннан кейін пудраның тонын таңдап, пудраны барлық терге жағып шығамыз. Пудраны жағып болғаннан кейін контурды жасауға кірісеміз. Контур жасайтын кезде корректордың темный оттенігін таңдап, сол корректордың темный оттенігімен скулы шығарамыз. Корректордың ақ оттенігімен көздің астыңғы жағын ағартып бояймыз, және де скулыдың астыңғы жағын, бет жағындағы төменгі жағын ақпен бір бояп шығасыздар. Қабақты бояуға да кірісеміз. Қабақты бояуға клиенттің қалауымен қандай киім киетін, қандай кешке баратынын сұрап, сонымен кеңесіп, тендерді таңдап, палитраларын қарап, қабақты бояуға кірісеміз. Растушевка көмегі арқылы кисточкаңызбен осылай бояп отырасыздар қабақты. Міндетті түрде растушевка жасап отыру керек.
қастың формасын аккуратно осылай сызып шығамыз кисточкаларымызбен. Клиенттің қалауы бойынша туш жағып шығамыз. Туш жағуға да болады, я болмасам, сплошные накладные ресницы тоже жабыстыруға болады. Пучковые ресницы тоже жабыстыруға болады. Біз тушты тақтап, тушты жағатын болдық. Осылай тушты жағып шықтық. Бізде супер волюм деген қастың формасын сызатын кезде осындай қасқа арналған помадкаларды аламыз. Анастасия помадкасы және Кали Герл помадкасы болады. Кали Герлдің қара және қоңыр оттенктері болады. Анастасияның да қара қоңыр оттенктері болады. Бізде Анастасияның қоңыр оттенгі болды. Сол қоңыр оттенкпен қастың формасын әдемілеп сызып шықтық. Біздің қолымыздағы кисточка өте жіңішке кисточка. Сол кисточкамен әдемілеп сызып шығамыз. Хайлайтер жағып шығамыз. Хайлайтерді жіңішке әдемі кисточкамен екі шетінен, қабақтың астынан, қас пен қабақтың ортасын айтып жатырмын. Сосын мұрын жақты тіп-тіке етіп істейсіздер және еріннің үстіңгі бөлігін, еріннің астыңғы бөлігін хайлайтермен сызып шығасыздар. Хайлайтерлеріңіз әдемі жылтырлап тұру керек. Хайлайтердің ақ түстісі болады, бронзовый түстісі болады және де алтын түстісі болады. Бізде мұнда бронзовый түспен алтын түсті хайлайтерлер бар. Біз хайлайтердің алтын түсті оттенігін таңдап істеп шықтық. Көздің астыңғы бөлігінде бір сызып шығамыз. Көздің ұшын, яғни алдыңғы бөлігін осындай ақ палитралы блескпен тегізіп бояп шығасыздар. Көздің басталған жер болады ғой, ұшы бұрышы. Сол жерді ақ блестящий палитрамен бояп әдемілеп шығасыздар. Ол көзге әдемі қылып ашып, үлкейтіп көрсетеді.
Келесі қадам ерінді бояу. Ерінді алдымен контур етіп сызып аласыздар. Керек қаламдарыңызбен түстерінде таңдай біліңіздер. Бізде мұнда 27 нөмірлі карандашпен осылай бояп шықтық. 27 және де 9 нөмірлі карандаштар әдемі түсі болып шығады. Осылай біз контур жасап алдық. Сосын барып помадамызды, матовый түсті помадамызды таңдап жақтық. Ендігі қадам бізде фиксатор макияжы. Фиксатор макияжбен осылай бетке брызгать етіп, яғни шашып, макияждың ұзақ сақталуын қамтамасыз етеміз. Алыстан шашамыз фиксаторды. Бұл макияжды аяқтап болдық. Бағаларыңызды беріңіздер. Видеоға жазылып отырыңыздар, каналға жазылыңыздар, видеомен бөлісіп отырыңыздар, өз ойларыңызды, қолдауларыңызды көрсетсеңіздер дейміз. Рахмет сіздерге.